Ассаламу алейкум қазақ елі, Қарағанды қаласының тұрғындары. Бүгін 27 сәуірден 28 сәуірге қараған түнді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Қадыр түні деп белгілеп отыр. 1000 айдан хайырлы Қадыр түнінің қарсаңында біз Әл-Мәшани мешітінің ұжымы 3500 студентке ауызашар және Қадыр түнін мешітте қарсы алуға келген 3500 жамағатқа сәресін әзірлеп отырмыз. Құрметті жамағат, бүгін Әл-Мәшани мешітінде Қадыр түнінің қарсаңында біз хатым дұғасын жасаймыз. Міне, осы тарауих намазынан кейінгі хатым дұғасын бағыштауға, соған келіп қатысуға баршаларыңызды шын көңілмен шақырамыз. Бүгін біздің мешітімізде әртүрлі ойындар, сұрақ-жауаптар, жақсы сыйлықтар ұйымдастырып отырмыз. Баршаларыңызды Қадыр түнін құлшылықпен мешітте өткізуге шақырамыз. Сүйем ерекше, әр кешің ауыз ашар, әр сәтің береке.